Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері. Оқу мақсаты Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу. Яғни біз бүгін осы сызықтық алгоритмдерді жазуды үйренеміз. Ендеше сабағымызды бастайық. Программалау тілінде математикадағы сияқты өрнектерді орындаудың өзінің ережесі бар. Ал программалауды амалдарды орындаудың реттілігі негізінен осы математиканың орындау реттілігін сақтайды. Мысалға келтірейік: 4 қосу 5 көбейту 7 тең 63, немесе 4 қосу 5 көбейту 7 тең 39. Өрнектердің қайсысы дұрыс? Әрине, екінші өрнек дұрыс. Себебі математика курсынан бізге белгілі осындай жағдайларда көбейту, бөлу, қосу, азайту амалдары ретімен орындалу керек. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай арифметикалық операциялар және оның сипаттамалары көрсетілген. Арифметикалық өрнек сандық мәндерден тұратын және арифметикалық операцияларды қолданатын өрнек болып табылады. Pythonда да арифметикалық өрнектердің орындалу ережелері бар. Назар аударайық. Бірінші өрнекте жақша болған жағдайда жақша ішіндегі амал бірінші орындалады. Егер өрнекте бірнеше жақша болатын болса, онда амалдардың орындалу ішкі жақшадан басталады. Бірінші кестеге назар аударайық. Қалған амалдардың барлығы осы реттілікпен орындалады. Кестеде көріп тұрғандай, дәрежеге шығару амалы мен көбейту бір өрнекте келсе, онда бірінші дәрежеде көтеру амалы орындалады. Арифметикалық амалдарды орындаудың тағы бір ережесі: өрнектер бір қатарда жазылуы тиіс. Өрнекте кездесетін бөлшек сызығы жақшалар арқылы бір қатарға жазылады. Программаны жазу кезінде ең көп қолданылатын амалдардың бірі айнымалының мәнін белгілі бір санға арттыру немесе кеміту. Python тілінде мұндай амалдарды орындау үшін қосу тең инкремент, яғни арттыру, және азайту тең декремент, кеміту операциялары қолданылады. Бұл амалдар айнымалылардың мәнін белгілі бір санға арттырады немесе кемітеді. Python тілінде арифметикалық амалдарды жазу мүмкіндігінше қысқартылады. Көріп тұрғандарыңыздай, амалдардың таңбалары, амалдың толық жазылуы және амалдардың программада қысқартылып жазылуы көрсетілген. Енді амалдарды орындалуының қарапайым стандартты функцияларын қарастырайық. Ол үшін кестеге назар аударамыз. Pythonда бұл функциялардан басқа да математикалық функциялар жеткілікті. Бірақ ол функцияларды қолдану үшін программаға арнайы математикалық модуль қолдану керек. Мұндай модульдердің жұмысымен біз жоғарғы сыныпта танысатын боламыз. ABC бұл санның модулін береді. Int бөлшек санның бүтін санға айналдырады. Round санның бүтін бөлігіне дейін жуықтайды. Стандартты осындай функцияларды білетін боламыз.